Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 30-шы жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді оқы. Торғай мен бұтақ. Bir топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер. Бұтақ саны 3, торғай саны 4. Етістіктерді тап. Ұшып келіп, қонды, қонып, жетпей қалды, қонып еді, артық қалды. Осы сөздердің барлығы етістіктер болып табылады. 31-ші жаттығу. Көктемге тән белгілерді көрсет. Сол сөйлемдерді жаз. Көктемде күннің қызуы көтеріледі, қар ериді, құстар ұшып келеді, жапырақтар жайқалып өседі. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт дейді. Дара етістіктер көтеріледі, ериді. Күрделі етістіктер ұшып келеді, жайқалып өседі. 32-ші жаттығу. Берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың мағынасы бір-біріне қарама-қарсы екенін дәлелде. Байлады, шешті. Шашты, жинады. Жапты, ашты. Үзді, жалғады. Осылай көшіріп жазамыз. 33-ші жаттығу. Сөз жұмбақты шеш. Таудан ағатын табиғи су. Бұлақ. Қарға тұқымдас ала қанатты құс. Сауысқан. Сан 4. Уақытты көрсететін зат. Сағат. 5. Мойны ұзын ірі дала құсы. Дуадақ. 6. Домалақ. Қабығы қатты, тәтті шырынды бақша дақылы. Бұл әрине қарбыз. Бізден сонда барады деген етістік шықты. Шешуіндегі сөз дара етістік пе, әлде күрделі етістік пе? Бұл жерде барады дара етістік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.